Рухани жаңғыру қоғамдық сананы серпілткен саяси маңызды қадам. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың елді дамытуға негіздеген 10 бағытында басымдық берілген қадамдардың бірі. Ал оны іске асыруға әр азамат одан әрі қарай ат салыса беру керек. Алматылық белсенді жастардың пікірі осыған саяды. Тілші репортажы. Зульфия Кәрімжанқызы қоғамдық ғылымдар саласында оқиды. Білім қуған студент елбасы ұсынып президент қолдаған рухани жаңғыру бағдарламасының әрі қарай жалғасқандығына дән риза. Себебі тарихи тұлғалардың өнегелі өмірі туралы ғылыми зерттеу жүргізген оның отансүйгіштік сезімі оянған. Қазір ол руханиятқа байланысты алқалы жиындарға жиі қатысып жүр. Көптеген осындай іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Жалпы болашақ жастардың қолында дейді. Сондықтан біз терең білім алуға, еңбек етуге, осындай елге қызмет етуге тырысамыз. Осы әлемге әйгілі тарихи тұлғалардың бірі осы Мұстафа Шоқай болғандықтан біз сол кісіден үлгі аламыз, сол кісі сияқты болуға талпынамыз. Жастардың басын қосқан түрік халқынан шыққан алыптар туралы жиында ғалымдар ой пікірлерін айтты. Әлемнің әр қиырынан жиналған зерттеушілер Қазақстандағы кейінгі өзгерістерге қатысты оң бағасын да берді. Өйткені олар түбі бір түркі жұртының қара шаңырағы саналатын қазақ елінің ғылым саласында да әлемдегі беделі жоғары деп біледі. Жаңа президентіміздің ұстаған 10 бағыты түркі дүниясының біріктіруге, түркі дүниясының күшті болуына, күш қуетін біріктіріп, дүниенің ірі одақтарından бірі олуына негіз болатын бағыттар деп айтсақ артық болмайды. Бүгінде тарихи тұлғалардың өмірінен өнеге алып, бағытын айқындаған жастар аз емес. Олар еліміз бізге не береді деп емес, біз елдің дамуына қандай үлес қосып жатырмыз деп өркениет көшіне ілесуге бет бұрған. Сондықтан президент ұсынған 10 басым бағыттың бірі рухани жаңғыру бағдарламасының табысты іске асуына білімді жастар атсалысып келеді. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.